расцвет. Юность души, как вешние воды, скоро мы будем вступать в комсомол, как продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Төлеген Тоқтар ерлікпен қаза тапты. Соғыста өліп кету бір сәттік қаны дүние. Обасыз оқ адам өмірімен санаспайды. Досыңды да, жақыныңды да, бауырыңды да жалмайды. Қазір мен жол үстіндемін. Алдыңғы күні аттанғанбыз. Бүгін сірә көздеген жерге жетіп қалармыз деп ойлаймын. Бірақ бұл аса анық емес. Сенен бұл жөнінде қынжылмауды өтінемін. Неге десең, мектепте әлі де болса бірқатар уақыт оқуға қалдырса да, өзім сұранып аттандым. Өміріме өкінішім жоқ. Бірақ жүректі билеген бір ой бар. Жоқ. Ол өзім туралы емес, сенімен, сәбилермен, жеңешеммен, жалпы туыстарыммен кездесе алмағаным. Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылканы тура алғыс жетке жүргелі тұрған кезде алдым. Өзіме бір алма ғана тисе де, мен қатты қуандым. Кішкентай сыйлықты сарыла күткен жауынгерлер мен командирлер барлығын таласып алып кетті. Үлкен рахмет мама. Қымбатты мама, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатып едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім.
Мама, егер қаза болсам ол отан үшін, әкем үшін, және сіз үшін. Мама, сізді сағындым. Мен Хиуаз, қазақтың қарапайым қызымын. Бірақ тағдыр мені аспанмен таныстырды. Аспанмен. Соғыс мені жастайымнан қанат қақтырып, ұшқыш етті. Мен ерлермен тең ұшып, от пен оқтың арасында жүріп, отанымды қорғадым. Бүгін түнде аспан тып-тыныш болып, жүрегім дүрсілдеп кетті. Себебі қайтып келем бе, келмейм бе, белгісіз. Бірақ қорыққан жоқпын. Себебі артымда елім, халқым тұр. Мен қазақтың батыр қызымын. Өткен адам болады көзден таса, өлді, өшті, оны ешкім ойламаса. Ол кетсе де белгісі жоғалмайды, керектісін ескеріп, ұмытпаса. Ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәжірибенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде, қауіп-қатерге, бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі